Сәлем достар. Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бір әйел сүйген адам үшін жеке детектив жалдап, басқа құрлыққа дейін іздеп барады. Ақырында оны тауып ұрлап кетеді. Бұл жай ғана махаббат емес еді. Кейбіреулер оны өміріндегі ең үлкен махаббат хикаясы десе, басқалары қауіпті маньяк деп санады. Ал ең қызығы, осы оқиға шынымен болған. Джойс Маккинни алғаш қарағанда өте тәрбиелі әрі ақылды қыз болатын. Ол солтүстік Каролинада дүниеге келген. Әкесі мектеп директоры, анасы ағылшын тілі мұғалімі еді. Джойстың көрсеткіші 168 болған. Университетті үздік бітіріп, кейін тіпті сұлулық байқауында жеңімпаз атанды. Ешкім мұндай қыздың аты әлемге әйгілі қылмыстық оқиғамен байланысады деп ойламаған. Бірақ бәрі 1975 жылы өзгерді. Сол жылы Джойс Кирк Андерсон есімді 19 жастағы мормон жігітпен танысады. Кирк аса сәнді немесе ерекше жігіт емес еді. Бірақ Джойс оны алғаш көргеннен ақ қатты ұнатады. Көп ұзамай екеуі кездесе бастайды. Тіпті алғашқы махаббаттарын бірге бастан өткереді. Бірақ олардың бақыты ұзаққа созылмады. Неліктен айырылысты? Кирк мормон дінін ұстанатын. Олардың сенімі бойынша үйленбей тұрып жақын қарым-қатынас жасауға болмайтын. Өзінің әрекетіне өкінген Кирк бәрін діни жетекшісіне айтып береді. Осыдан кейін шіркеу басшылары оны Джойстан алыстатуға шешім қабылдайды. Алдымен Калифорнияға, кейін Орегонға, соңында тіпті Еуропаға жібереді. Бірақ Джойс қай қалаға көшсе де, оны қайта тауып жүрді. Киркті іздеу үшін Джойс бар ақшасын жұмсайды. Жеке детективтерді жалдайды. Ақшасы таусылған соң Голливудқа барып, ақша табуға тырысады. Бірақ актриса болу арманы орындалмайды. Сонда ол басқа жолмен ақша тауып, іздеуін жалғастырады. Бір ғана мақсаты болды. Киркті қайтару. Бірақ көп ұзамай оның жоспары бүкіл әлемді таңғалдырған оқиғаға айналады. Джойс үшін бұл жай ғана махаббат емес еді. Бұл енді тәуелділікке айналған болатын. Ол Киркті қайтару үшін бәріне дайын еді. Ақшасы таусылған сайын жаңа амал іздеді. Бірақ қанша іздесе де Кирк тағы жоғалып кететін. Сонда Джойс күтпеген шешім қабылдайды. Ол жеке детективтер жалдау үшін кез келген жұмысты істейді. Тіпті кейінірек оның сол кездері түсірген ашық фотолары бүкіл әлемдік газеттерге жарияланып кетеді. Бірақ Джойс үшін мұның ешқайсысы маңызды емес еді. Өйткені оның санасында бір ғана ой болды. Киркті тауып, оны өзіме қайтару. Ақыры ұзақ іздеуден кейін ол сүйген жігіттің қайда жүргенін анықтайды. Бірақ бұл жолы Джойс жалғыз әрекет етпейтін болды. Ұрлау жоспары. Газеттен хабарландыру арқылы Джойс Кит Мей есімді жігітпен танысады. Оған өзінің қайғылы махаббат хикаясын айтып береді. Кит Джойсқа сеніп қалады. Тіпті оған ғашық болып кетеді. Сөйтіп Джойстың ең қауіпті жоспарына көмектесуге келіседі. 1977 жылдың 14 қыркүйегінде олар Киркті аңди бастайды. Осы жерден бастап екі түрлі нұсқа пайда болады. Джойстың айтуынша, Кирк оны көргенде қуанып, өз еркімен көлікке отырған. Ал Кирктің айтуынша, белгісіз адам оған тапанша кезеп, күштеп көлікке отырғызған. Қайсысы шындық екені әлі күнге дейін нақты белгісіз. 3 күндік тұтқын. Кирк есін жиғанда өзін бейтаныс үйден көреді. Үйдің іші ерекше дайындалған. Үстелде сүйікті тағамдары, жұмсақ төсек. Барлығы романтикалық кездесу сияқты көрінетін. Бірақ бір айырмашылық болды. Кирктің қолына кісен салынған еді. Джойс оған: «Сен осы жерде мен жүкті болғанша қаласың» дейді. 3 күн бойы Кирк сол үйден шыға алмайды. Джойс Киркпен мәжбүрлі түрде махаббатпен айналысқан болатын. Ақырында ол Джойсқа: «Саған үйленемін» деп уәде береді. Джойс сеніп қалып, кісенін шешеді. Бірақ дәл сол сәтте Кирк үйден қашып шығып, бірден полицияға хабар береді. Осылайша бүкіл әлемді шулатқан оқиға басталады. Джойс пен оның серігі бірнеше күннен кейін ұсталды. Бірақ бұл оқиға бәрінен бұрын журналистерді таңғалдырды. Өйткені бойы 2 метрге жуық, салмағы 100 килодан асатын ер адамды небәрі 50 килолық әйел қалай тұтқындап ұстап отырды. Газеттер бұл оқиғаны күн сайын жазды. Тіпті кейбір ер адамдар Джойсқа хат жазып: «Мені де ұрлап кетші» деп әзілдеген. Бірақ бұл әзілдің артында өте ауыр сот процесі күтіп тұрды. Джойс пен Китке адам ұрлау және заңсыз бостандығынан айыру бойынша айып тағылды. Бірақ сол кездегі Ұлыбритания заңында бір қызық жағдай болды. Заң бойынша әйелдің ер адамды зорлауы жеке қылмыс ретінде қарастырылмаған. Сондықтан ең ауыр айыптардың бірі алынып тасталды. Екеуі кепілмен босатылды.
Алайда сот болатын күні Джойс пен Кит мүлде келмеді. Олар жалған төлқұжатпен елден қашып кеткен еді. Тіпті өздерін саңырау әрі мылқау актерлер тобының мүшелері ретінде көрсетіп, алдымен Ирландияға, кейін Канада арқылы ақш-қа өтіп кеткен. Біраз уақыттан кейін Джойс қайта ұсталды. Бірақ таңғаларлығы, Ұлыбритания билігі оны қайтаруды талап етпеді. Көпшілік бұл іске деген қызығушылықтың тым үлкен болғанын, және істің өзі бұрын-соңды болмаған ерекше оқиғаға айналғанын айтты. Бірақ осы оқиғадан кейін бәрі аяқталды деп ойласаңыз қателесесіз. 7 жылдан кейін 1984 жыл. Арада 7 жыл өтті. Кирк бұрынғы өміріне оралды. Ол Мормон шіркеуінде уағыз айтып жүрген. Бір күні жиналған адамдардың арасынан таныс жүзді байқайды. Бұл Джойс еді. Ол тағы да Киркті іздеп келген. Кирк бірден полиция шақырады. Полиция Джойстың көлігін тінткенде ішінен кісен мен шынжыр тауып алады. Көпшілік бірден ол Киркті тағы да ұрламақ болды деп ойлады. Бірақ Джойс мұны үзілді-кесілді жоққа шығарды. Соған қарамастан полиция оған Киркке жақындамауды ескертті. 30 жылдан кейінгі шындық. 2010 жылы режиссер Эррол Моррис осы оқиға туралы Таблоид атты деректі фильм түсірді. Көпшілік алғаш рет Джойстың өз аузынан бұл оқиғаны тыңдады. Ал Кирк фильмге қатысудан үзілді-кесілді бас тартты. Ол өткенді қайта еске алғысы келмеді. Ол үйленіп балалы шағалы болды және бұл 3 күнді өмірінен бір жола өшіргісі келді. Ал Джойс 60 жасқа келсе де ойын өзгерткен жоқ. Ол әлі де Кирк мені жақсы көрді. Оны менен мормондар ғана айырды деп сенді. Ол ешқашан тұрмысқа шықпады. Өйткені оның айтуынша, Кирктен басқа ешкімді сүймеген.